Рахмет. Есаға бұрын айтшы ғой, мынау орыстың баспанасы, ұйғырдың асханасы, қазақтың астанасы деп алматын. Сөйтіп айтады. Енді қазір қазақтың да асханасын осында көбейту керек деген жігіттерге ұраныстар бар. Дұрыс. Енді мына біз енді осы істі көтерсек, себебі қазір қазақтың балдары барлығы суши жеймін дейді. Сосын дөнер, ол дейтін біздің асқазанымыздың өзім дендеріміздің саулығына байланысты біздің ата-бабамыздың ішінде келе жатқан ішіміздегі асты қорытатын әрбір микроорганизмдер дейтін ол ананы өңдей алмайды, жеген тамағымызды. Онда өңдей алмағаннан кейін адам ауырады. Сондықтан қорыта алмайды. Сондықтан қазақ дейтін ол тарихы үлкен халық. Ол сол тарихта пайда болған тағамдар дейтін сол кездегі ата-бабамызға күш беріп, жауға қарсы қойып, жаудан осы елімізді, байтақ еліміз сақтап қалған, батырлық берген, күш берген тағамдар ғой. Соны осы еркебұландар достарымен көтерсе, бір үлкен Алладан қайтады, Алладан қайтады. Қазақтың осында сіздің асханаға келіп, рахмет ететін адамдар көп болсын.